Қазақстанда биыл көлік бағасы арзандайды. Автожурналистер осындай ақжолтай ақпарат таратып жатыр, себебі автонарықты Қытай көліктері басып алды. Автосарапшы Алексей Алексеевтің есебінше Қазақстанда сатылған топ 10 брендтің 6-ауын аспан асты елінің маркасы бастап тұр. Маманның айтуынша олар керек кезде, керек жерден табыла білді. То есть, когда был дефицит полупроводников во всем мире, были недопоставки, то у китайцев не было дефицита. Они могли поставить любую машину в любой срок, на любой рынок. И вот в это время они вошли на рынок. Когда человек приходил в автосалон любой марки, кроме китайской, и не мог купить там машину, он шел к китайцам. Осылайша Қытай өндірушілері өздерінің өнімдеріне бізді үйретті, баурады. Көліктерінің жабдықталуы адам қызығатындай шынымен де. Мультимедиалық мүмкіндіктер, смарт шешімдер мен қосымша көмекші құралдар өзіңді қандай сезінуге септесті. Осыған қызыққандар жаппай көліктерін ауыстырды. Алайда қаржы шолушысы Ербол Азанбектің айтуынша, мұндай көліктердің бізге келгені жақсы, бірақ уақытпен сыналмаған темір тұлпарларды алып, бармақ тістеп қалу қаупі жоғары екен. Мысалы, Toyota Camry 75 десек, 75 мысалы 5 жылға шейін жаңармайды. Ал қытайлық автокөліктер 3 ай, 2 ай, 1 жылға жетпейтін уақытта жаңарып кетеді дейді. Ол кезде сіз енді бөлшегін, мысалы, және бір қызығы, бұлар жаңарған кезде түбегейлі жаңарады. Бүкіл бөлшектері, мысалы, 1 жылғы көліктердің маркаларында бөлшектері бір-біріне келмеуі мүмкін. Сонда бір тырнақша ішінде ерекшеліктері бар. Сондықтан қазірше біз 1-2 жыл көлемінде мына Қытай көліктеріне бір мұқият сақтықпен қарап және енді зерттеуіміз керек деп ойлаймын. Ербол Азанбектің сөзінше, Қытай көліктерінің арқасында автонарық жаңарды, бірақ ол уақытша құбылыс болуы мүмкін. Ал автоқауымдастық президенті Анар Мақашева былтыр елде ресми дилерлер арқылы 190 мыңға жуық машина сатылды деп мақтанып отыр. Оның 70%-ын отандық өнім құрайды екен. Казахстанские автомобили популярны. Наши потребители уже оценили качество и автомобили, которые производятся в Казахстане. И мы очень рады, что наши потребители голосуют именно своим кошельком за то, чтобы покупать отечественное. Анар Мақашеваның айтып тұрғаны ресми дилерлер арқылы сатылған көліктер, бірақ шекарадан сұр дилерлерде мыңдаған машина кіргізіп жатқанын сіз бен біз білеміз ғой. Сарапшылар ғасырлар бойы өзін дәлелдеген көлікті таңдауға кеңес беріп жатқанда, автоқауымдастық отандық өнімді алса екен дейді. Жылтырға қызығып 5 жылдан кейін Toyota'm менің жалғызым, Lexus'ым менің асылым деп зар илеп қалмаймыз ба, қалай өзі? Өмір көрсетеді ағайын.